Мүбәррак хадис шарифінде ата-ананың разылығы Аллахтың разылығы, ата-ананың қаһары Аллахтың қаһары дейді. Жәннат осы сенің дүниедегі асыл адам анаңның астында. Бауырым, сенде мүмкіндік бар. Біреулерде ол мүмкіндік өтіп кетті. Біреулер сол мүмкіндіктің қадіріне жете алмай жүр. Біреулер асханадағы әйелдің шылауынан шыға алмай, шешесіне баруға да жарамай жүр. Біреулер жүр, әйелін әлемдегі ең сұлу әйел қылып, шешесін екінші орынға қойып жүр. Мен Жанарға қарама демеймін. Жанар сенің мойныңдағы аманатың. Өзге ер азаматтың қолы да тимеу үшін, өзге ер азамат тіке қарамау үшін, бәрі де ол сенің меншігіндегі өзіңнің аманатың, сұлуың. Ал бірақ ана ол бірінші кезекте тұрады. Тағы да айтамын, қайсы бір ер кісі өзінің әйелін анасынан жоғары қоятын болса, ол азаматқа Аллахтың лағнеті болсын дейді. Ұлдар, біз үшін ана тұрады, әке тұрады. Сосын әйел, одан туған бала. Осыған келсеңіздер шапалақ ұрыңыздар. Ал бауырым, ендеше мынау тұрған құбыла, қолыңды жайда, іштей 30 секунд Аллахтан сұра. Я Аллахым, анамды әкемді ренжіткен болсам, мені кеш. Қияметте осы кісілердің разылығын нәсіп ет. Мен осы кісілердің жандарында тек қана разылығын алайын деп 3 секунд бір дұға ет. Сосын тіс шөкті анамның табанына сүйсең, міне саған жәннат бауырым. Ал шапалақ ұрайық ағай. Бауырымыз анасының алдында отырып, тізе бүгіп, әдемілеп жақсылап, аяғынан сүйсін. Біз соның куәсі болып қол соғайық. Кет анаңның шақта маңдайынан сүй. Қателескен кезде мен кешіріммен қарап үнсіз төзгенім, кір келтірмейді сенің атыңа, сенімімді ақтаймын деп сөзбен. Біз үйде осы істейміз ба? Айтшы, істейміз ба? Жоқ, істемейміз. Неге? Осы нәрсе істелінбегеннен кейін хан кенелер түсіне де көрмеген, ерденде ерлер тайжандай тарландар, сандыбайдай сандақтар өткен мекенде жалпы қазақ деген ұлтқа таңба болып тұрған анау тұрған 5 қабатты ғимарат тұр. Міне, біз әке анаға осы үйде жасамаймыз. Бұл кәрістерден үндістерден келген нәрсе емес. Бұл исі мұсылман қазақта болған дүние. Анау әкені 9 қабат көрпенің үстінде отырғызып, шешені үлдемен бүлдеге орап қою әрбір балиғат жасынан асқан жігітке парыз. Жігіттер, бізге қияметте мақшарда әйелімді үлдемен бүлдеге орап қойғанын сұралмай. Әй, құлым, ата-анаңның разылығы қайда деп сұралам. Бірінші намаз, екінші ата-ананың разылығы. Сондықтан да ананы сыйлайық, ананы құрметтейік. Кеш болып қалмас, мәшинеге отырда бар. Әке, кешірші мені. Мен де қателік болған екен. Мен сіздің қызметіңізде болмай жүр екем. Анашан кешірші. Адал ақсүйді өлілгенше ақтаймын деп барып түс жүгіп, анаңның табан жусаң, анаң жыламаса, маңдайынан сүймесе, балам кештің бәрін деп айтпаса, менің келіп бетіме түкірсең де жарайды. Бірақ ана еш уақытта баланың қателігіне қарғыс айтпайды. Өйткені ол сен үшін бәріне де, отқа да, суға да түсетін жан. Келіссеңіздер, қол соғыңыздар. Рахмет. Атеистік заманнан шыға алмай жүрген біраз азаматтарға бұл сабақ болсын. Сондықтан да анаға көбірек көңіл бөлейік. Бауырым, жүгіңді арқаладың, бойыңды тік ұста, ата-анаңның жүзін жерге қаратпай, осы жандардың қызметінде бол. Бар, әкеңді құшақта, маңдайынан сүй, сосын барып келіншек қасына отырасың. Әне тұрған әкең, шапалақ ұрайық ағай. Мен не үшін істеп отырмын? Осыдан бір 2 аялдың көке отыра беріңіз. Жұма намаздан шығып жатқанда бір осы көкеммен қатарлас бір кісі келіп, құшақта бетіне сүйіп отыр. Жұмадан шығып жатқанда сонда айтады: балам, 4 жыл болды менің тойымды басқарып едім. Сонда ұлымның
үш немере сүйіп отыр, бәрі жақсы дейді, бірақ балам менімен ақылдаспайды, сырласпайды, бөлмесінен шықпайды, керек болса шайда бірге отырмайды, тек қана әйелімен кетіп қалды жұмысы. Осы асабалардың тойдағы кінәсі. 4 сағаттық тойға келіп, ақшаларды аласыңдар, жыл ойнап қыласыңдар, жастарға ақыл айтпайсыңдар дейді. Рас шығар, бәлкім солай. Содан кейін мен осыны жасағанды жөн көрдім. Ананың аяғына келіп жығылғанда, мына жүректегі тәкаппарлық жоғалады ағай. Ұлдар, ананың қызметінде болайық. Ертең олар дүниеден кетіп қалған кезде зәулім тойханаларды толтырып қойып, халыққа мақтанып, 10 ту бес ойып, өтірікшілер ана жерде жұрт батаға не алып келді екен деп, керек жоқ показуханым. Тірісінде қызмет қыл, тірісінде істе. Міне сол ең ғибраттысы екен. Әкелер, аналар аман болсын деп бір шапалақ ұрайық. Рахмет. Әке менен ананың құндылығы түсіп баратыр. Сол үшін жасатып жатыр ағайын. Сіздердің қызметтеріңізде болған қадірлі Алтын Сарай